Жаңадан келген Жандарал Абайдың үстінен жазылған қалың арызда қайта қарай деген сөз ел арасына таралғалы. Қала жаққа құлағын түріп жүрген жиренше қойнына тыққан әлде бір қуанышы бардай танауы желпілдеп Оразбайға келді. Ақыры сол сөз анық болды. Енді Семейден жасауыл келе жатыр екен. Алып кететін шығар. Мұң асқанға бір тосқан. Құнанбай балаларының да бастарынан бағаватын күн туған екен. Әй, артқы аяғынан арқаны шалдағын. Апырау жуашшылық екен. Артқы аяғынан арқандатқаныңыз қалай? Қарыс жер болса да ұзап жайылсын дегенім ғой. Жә, үйге кіріп, жата жастан әңгімелесейік. Сөйтіп Абайға тағы бір әурейлі күн туды. Саусағын талды ма, Қалияш? Сіздің жағыңыз талып кетпесе, менің саусағым талмайды ғой. Әлі. Ал енді қалай шықты мынау? Оразбайдың сөзінде қайталау кеткенде көрінді. Бәлі. Қай жерінде екен? Қалияш olsa, сендердің баспада бір ноғай ма, татар шалыс бір келіншек бар еді. Гүлбақырам ба? Бойшаң келген, ашаң жүзді. Сол Гүлбақырам шығар. Өзі өңді мінезді көрінді. Солай шығар. Міне, қаузап деген сөз екен. Сол келіншекпен жолықтырыласың ба мені? Болатын шығар. Ол таяуда күйеуге шығып кетті. Күйеуге шықса қайтеді. Ой, Қалияш-ау. Мен оны Әбіштің қалыңдығына ұқсаттым. Мағрипаға. Ол да ноғайдың қызы ғой. Образын келтіріп, анығырап кейіптеу үшін бір жарты сағат тілдессем бе деп едім. Бір ретін келтіріп көрейін.
Рахмет, Валя. Газет бүгінгі ме? Да, сегодняшний. Телғара деп романымды бастап, дендеп кіріскен бір күнімде, осылай елеусіз келген газет бәрін быт-шыт қылды. Бүгінгі газет пе, Валя? Да, сегодняшний. 1930 жылы Советская степ газетінде Ақаң екеумізді саясатта да, әдебиетте де буржуазияшыл, ұлтшыл қазақ байларының идеологы деп күстәналаған үлкен мақала шықты. Көп ұзамай Алашордаға қатысы болды деген 43 адам тұтқындалды. Семейден ұлықтар келді. Сіз іздейді. Осында келсін. Ибрагим Кунанбаев, это вы? Да. Я следователь Куприянов. Нам велено доставить вас в Семипалатинск. На каком основании? Назначенные царским указом правители написали жалобу на Кунанбаева. В связи с этим Ибрахима Кунанбаева следует доставить в Семипалатинскую тюрьму. Военный губернатор Семипалатинской области Циклинский. Подпись, дата. Так что собирайтесь и прошу вас, не задерживайтесь. Честь имею. Баймамет, мыналардың ас-суын бер. Жолға керек жарақтың бәрін сайлай бер. Жақсы. Кунанбаев, прошу. Телегу сюда подайте. Телегу сюда.
Прошу. Трогай помаленьку. Жолдас Әуезов, Байтұрсынов, Дулатов, Аймауытов, Жұмабаев секілді қанды көйлек достарыңыз осында тергеуде. Неге білесіз? Білмеймін. Мүлемсімеңіз, білесіз. Бәрінің маңдайында Алашорданың құйыршығы деген таңба бар. Қателесесіз. Мен Алашорданың мүшесі болған емеспін. Сізге Сақтаған Нұрышев деген фамилия таныс па? Иә. Қандай таныстығыңыз бар? Газетте. Ташкентте институтта жүргенде әріптес болдық. Ендеше, мынаны оқыңыз. Дауыстап оқыңыз. Бір 1923 жылы күзде Ташкентке қайтып келіп, оқу ағарту институтына оқытушы болып жұмыс істедім. Сол кезде ұлтшыл контрреволюциялық астыртын ұйымға мүшелікке алындым. Оның жаңа құрамында Мұхтар Әуезов пен Мағжан Жұмабаев болды. Бұл жала. Ары қарай оқыңыз. Оқымаймын. Бұл жала. Бұл әріптесіңіз Нұрышевтың өзі жазғаны. Міне қолда тұр. Бұдан басқа да дәлелдер бізде жеткілікті. Жалтарып кетем деп ойлама. Стоять! Лицом к стене! Менің анам сіздің әңгімелеріңізді жақсы көреді. Кіреміз! Қол! Қорғансыздың күні. Көксерек. Ел замандарда оқып. Жылайды. Вы признались, что в 1927 году взяли у Халила Габбасова 125 рублей. Брал в долг, чтобы оплатить квартиру, когда учился в Ленинграде. Если брали в долг, то почему не вернули? Не было возможности. Габбаса потом задержали. Это были деньги контрреволюционной организации. Об этом мне ничего не известно.
Кто еще входил в контрреволюционную организацию? Я же вам сказал, что не знаком с такой организацией. мың 921 жылы қазақ даласын ашаршылық жайлады. Сіз солай ойлайсыз ғой? Иә. Оны көзіммен көрдім. Аштарға көмек көрсету ұйымын құруға белсене араластыңыз, солай ма? Ол ұйым Қазақ орталық атқару комитетінің жанынан құрылған. Партияның қолдауымен. Председателем вы предложили беспартийного Байтурсынова. Я имею в виду, что в комиссии должны быть люди, которые имеют авторитет среди казахского народа. Вы считаете, у партии нет авторитета? Не надо переворачивать слова. Прекратите пререкаться! Ашыққан халыққа көмектесуде қылмыс демексіздер ме сонда? Мынаны оқыңыз. Дауыстап оқыңыз. В целях использования работы комиссии в помощь голодающим для свержения советских властей и привлечения голодающих в подпольную организацию Мухтар Авойзов и Ахмед Байтурсынов. Это клевета. Причем безосновательная. Читайте, дальше читайте. Разослали во все регионы Казахстана обращение. Жусупбек Аймауытов вошел в состав комиссии в помощь голодающих с целью обеспечить домашним скотом близких родственников, членов Алашарды. Нетке пасықтық. Кімнің жауабы екенін қараңыз. Мендешев, өлкелік партия ұйымының хатшысы. Это не его подпись. Я знаю, как он подписывается. И кого ты обвиняешь? Екі жылдық тергеу ісі осылай басталған. Мені жалғыз адамдық камерада ұстады. Тергеу түнде жүреді. Басқа уақытта өзіңмен өзің бетті-бет қаласың. Уақыт жылжымайды, тоқтап қалған сияқты. Ондайда бір ғана жұбаныш бар. Түрме адамның өзін қамағанмен ойын қамай алмайды. Бірақ санаңа бір келген сөздерді екінші толқын сөздер көміп кете береді. Мұндайда шіркін қағаз бен қалам бұлар мәттейсің. Ибрагим Кунанбаев. Все эти жалобы касаются лично вас. Вы не знаете, кто это писал? Нет, не знаю. Читать будете? Нет. Вот, например, здесь написано, что вы наипервейший смутьян во всей степи. И заметьте, писали это люди, верные своим властным правителям. Кроме того, вы утверждали и говорили, что многие законы царского правительства идут вразрез с законами степи. Да. Да? Так и есть. Следовательно, вы сомневаетесь в правильности системы управления Российской империей, которая, извините, охватывает 1/3 часть земного шара, и не одобряете ее.
У казахов есть свои тысячелетние законы. Господи. Какие могут быть законы у невежественных киргизов? Они умеют только скот пасти. Законы есть. Вот только таким невеждам, как вы, трудно их понять. Кунанбаев, укоротите свой язык. Если я дам ход этим бумагам, то вас ждет изгнание, Кунанбаев. А вот интересно, почему так много жалоб? В жизни много зла и враждебности. Их голос, как всегда, к сожалению, всегда громче. Мы назначаем правителями киргизских земель людей избранных. А вы же их называете, извините, злодеями, кровопийцами. Значит, вы против царя и его указа. Так? Я с ними борюсь не потому, что их назначили вы, а потому, что они злодеи. Боритесь, Кунанбаев, боритесь. Посмотрим, чья возьмет. Интересно. Какой смелый киргиз. Однако... Трудный человек, ваше превосходительство. Крепкий орешек. А может, переводчик ошибся? Он сам великолепно владеет русским языком. Верный способ избавиться от него — сослать прямо в Сибирь. Замерзла? Осторожно, не обожгись. Смотри, берешь бумажку и аккуратно сворачиваешь, хорошо? Поняла?
ключи от подвала. Найди и принеси. Хорошо. Проходим. Әке, Қарағым ай. Қыстың көзі құрауды әбден қиналдың. амандығыңызды білуге келем ғой. Жаным осы. На русском. Как там? Валя. Лейла. Қызым. Пап, вы слышали про дядю? Про какого дядю? Что случилось? Жүсіпбек ағаны ату жазасына кесіпті. Кто это тебе сказал? Ахметбек аға айтты. Я сказал на русском. Жигаузыңдеки, не твое дело! Встать! Свидание закончено! Вот он, буржуа. Изменник-националист! Басталған екен ғой. Абайды жалғыз ғана ақын деуге болмайды. Адамшылық тәрбиең бар, ғылым өнеркәсібің бар. Қазақтың өмірі, тұрмысы, мінезі, кемшілігі. Соның бәрін терең ойлап тексерген, көрсеткен осы Абай. Менше болғанда Абай туралы бір сүйекті нәрсе қалайда жазылу керек. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, ваше превосходительство. Ибрагим Кунанбаев, а скажите мне, по какому праву вы называете злодеями царских служащих? Если вы видели бы их противоправные деяния, вы бы сами их наказали. И что же это за деяния? Ваше превосходительство, здесь много грабежей, лжесвидетельства, несправедливых приговоров, взяток. Всем этим правит незаконная власть, коррупция. Спросите, кто это делает? Люди, которые владеют государственной печатью и сидят в государственных организациях каждой волости. Так может быть вы подскажете нам, как обуздать это беззаконие в киргизской степи? Закон, сложенный царскими подданными,
не отвечает традициям казахов. Когда не было русского подданства, все вопросы решали по закону шариата, степных судей и уважаемых людей. Ну и что же нам делать? По-вашему. Издревле казахи жили по своду законов Великой Степи. Законы Касымхана, законы Исымхана, Жетжарга и так далее. Необходимо сегодняшние царские законы привести и составить новые правовые нормы. А вот вы и напишите новые законы, которые подойдут вашему народу. Я готов, ваше превосходительство. 3 дня. За 3 дня подготовьте новый закон, передайте мне. А я поеду в Петербург и непременно возьму его с собой. Не в каталажке же писать мне закон. Ну, напишите расписку, что вы не покинете город, пока не напишите закон. Ну, а потом воля ваша. Благодарю, ваше превосходительство. О, добро пожаловать, Ибрагим Кунанбаевич. Здравствуй. Здравствуй, Кузьмич. Давненько к нам не захаживали. Рад вас видеть. Ну-с, чего пожелаете? Спасибо, Кузьмич. Мне, пожалуйста, свод степных законов Российской империи. Одну секунду. Так, свод законов Российской империи. Я, к сожалению, 2-й раздел на руках. Но я завтра подготовлю. Большое спасибо, Кузьмич. На этот раз я без гостиницы. Ну, не стоит себя утруждать. Давайте мы запишем. Так, 895. Благодарю. С каких это пор библиотеку Гоголя стали посещать верблюды, а? А что такого? Тут не то, что верблюд. Даже осел сидит. Всего хорошего, мадам.
алғашқы 2 айлық тергеуден соң істіміз Мәскеуге кетті ме? 6-7 ай тергеусіз, түсіндірусіз құр жаттық. 2 рет Голошекинге хат жолдадым. Тырс еткен жауап болмады. Мұғамила нан тасуын тоқтатпады. Мен қолдан келгенше жаза бердім. Жалғыз үмітте, алданышта сол еді. 32 жылы көктемге салдым. Тергеу толық аяқталса керек. Мені бір адамдық камерадан шығарып, көпшілік камераға ауыстырды. Сізді көпшілік камераға ауыстырды. Ксения. Жазғанымның бәрі сол камераның қуыс-қуысында қала берді. Ксения. Мен ауыстырған 4 адамдық камерада зор жұбаныш, үлкен қуанышты қауышу күтіп тұр екен. Ақаңмен молшылық уақытта бір кездескенім осы болды. Әттең екеуміз оңаша болғанда, ақаңдай терең мұхитқа армансыз сүңгіредім. Сонда қастарыңызда тағы да кімдер болды? Иә, тағы 2 адам болды. Ұмытпасам, біреуі Женя деген орыс. Өз бір үркек, қорқақ адам екен. Екіншісін ұмыттым. Аштық кезі ғой. Қоймадан бидай ұрлап ұсталған кісі екен. Ол кезде кім-кімге де сенім жоқ қой. Қазірде өзгерген шамалы. Ей, жарықтық абай. Мағзұлымға жаның ашып ішің күйсін. Қаракет қыл, пайдасы көпке тейсін. Көптің қамына өле таңыр ойлаған. Мен сүйгенді сүйді деп, ең сүйсін. Пәл Серкан. Мен айтсам ағалар, Абайдың өлеңдері жай адамға ұғынықсыз. Сөздері де бір-бірімен байланыспайды. Ұйқастары да бір қарабайырлық секілді. Көптің бәрін көп деме, көп те бөлек. Көп ит жеңіп, көк итті күнде жемек. Ғаділет пен мархабат көп азыға. Қайда көрсең болып бақ соған көмек. Әркімнің мақсаты өз керегінде, біле алмадым, пысығын зерегінде. Әрқара қалайды? Сая жүрі сайқалдар. Сая жүзер сайқалдар, ғапыл қалар, хақиқат та дін дағы тереңінде. Абай қазақтың бас ақыны ғой. Оның дұрыс емес, қат айтылған, теріп айтылған,
жұмбақ қылып ашпай айтылған ештеңесі жоқ. Бәрі де дұрыс, бәрі де түзу, тиісті орында айтылған сөздер. Егер оны оқушылар түсінбесе, ол абайдың ілгері кетіп, оқушылары шаңына ілесе алмай қалғанын көрсетеді. Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білуі тиіс. Әнер аға? Нығымет, келдің бе? Кітапханаға барып, мынаның екінші бөлім бар дейді. Соны әкеле қойшы. Бұл не үшін? Абай аға жаңадан заң жазып жатыр. Міне тұр емес пе? Бұл орыстікі ғой. Қырдың қара заңынан орысша білмейтін, надан шалшауқаның шариғатынан осы Россияның законы мың есе артық емес пе? Оның неменесін жаңадан жазып, әуре боп. Нығымет, сен осы өте көп сөйлейсің. Бар, алып кеш. Жарайды. Бұл абайдың енді істемегені. Қазақты орыстың табанына салып береді. Жаңа тәртіп деп заң жазып беріп жатыр дейді. Қазақты шоқын шығып, бірақ тоқтамаса бопты әйтеуір. Ұлықтарға жағынып, құрығынан құтылайын дегенде. Орыстың оқуын оқып, әбден бас айналған ғой. Маған біреу жөн айтып, тәйт дейтін біреу табыла ма, табылмай ма? Ол кімді тыңдаған? Господин Ибрагим, очень-очень рад вас видеть. Весьма удивлен вашими записями. Спасибо, ваше превосходительство. Вы знаете, я никогда не был знаком со степными правилами. Милостивый государь, вы меня очень удивили. Время ограничено было, ваше превосходительство. Скажите, а где вы так хорошо выучили великий русский язык? Я немного учился в городской приходской школе. Много читаю русских писателей. Русских писателей? Да. Кого, например? Лермонтова, Толстого, Пушкина, Гоголя. Перевожу Лермонтова, Пушкина на казахский язык. Да, даже так. Непременно прочтите Крылова. Может, переведете? Перевел некоторые вещи. Да? Да. Думал, пригодится для казахских детей из далеких сел. Знаете, я очень восхищаюсь вашей любовью к своему народу.
Всевышний создал человека в любви. И относиться с любовью к каждому человеку. Это богоугодное дело. Ведь казах тоже дитя человечества. Мұхтар, ояумысың? Басыңды көтерме. Жата бер. Тек құлағың салсаң болғаны. Тілімді алсаң, саған айтар ақылым бар. Әлімханға да соны айтқам. Сендер жассыңдар. Келешектерің бар. Ұлт тәрбиесі бар. Керексіңдер. Алмақ жанды босата қоймас. Ал енді біз халықты жаздық жаңылдық деп тура жолдан жаңылдыра алмаймыз. Так, доча, держи, будешь мне помогать, хорошо? Только не балуйся. Мам, смотрите, в газете напечатали папину статью. Что пишут? Читай, читай, читай. Алашорданың басты екі адамы өздерінің де және де бұрынғы пікірлестерінің де төңкеріске қарсы болғанын әшкерелеп, өз кінәларын жууға уәде берді. Да дальше, читай, читай. Редакциядан төменде төңкеріске жау Алашорданың бұрынғы көрнекті басшыларынан болған Ермекұлы мен Әуезұлының хаттары басылып отыр. Әуезұлы Мұхтардың хаты. Мен өзімнің сол бұрын өткен ізімнен қайтып, соны қатты айыптайтынды білдірмекпін. Өзге Алашорда басындағы жазушылар сияқты, мен де бұрынғы ауылбайы мен рубасыларының тілегін, мұңын жоқтайтын салт санасы болдым. Маркс Лениннің даусыз ақиқат есебінде айырып айтқан дұрыс жолы бойынша әдебиет барлық мемлекет құрылысы мен соның саясатына ежелден бағынатын нәрсе екенін ескермедім, қабылдамадым. Жөн істедің. Уақыт тоқтамайды. Заман ауыспалы. Бір байламға қақиып, қой шақырлық болу ақыл емес. Қазаққа сенің қаламың керек, Мұхтаржан. Қапаланба. Енді Қазақстан еңбекшілеріне
жаулық ниет ойлайтын ішкі тысқы таптар мен жеке адамдардың жат ниеті мен үміттеріне қарсы нақ сеніп айта алатыным, олардың жолы тарихтан қағылып шыққан көзсіз жол қазақ жолы. Бұл таптардың өткен уақыттағы саяси бағыты енді тарихтың аударып кеткен, жабылып қалған беті болады. Және бұны ашық мойынға алу керек. Ол тарихтың мақтаусыз, бәйгесіз, ажарсыз беті болып саналуға тиіс. Орта ғасырда күн жерде емес, күнді жер айналады деген Коперник ілімін қолдаған үшін Галилейді инквизиция сотына салған ғой. Сонда бейшара ғалым дегеннен бас тартып, соттан басын арашалап шыққан. Бірақ шығып бара жатып, не деп сыбырлағанын білесің бе? Білмедім. Все-таки она вертится деген ғой. Бірақ оны халық естіген жоқ. Халық оның тек өз идеясынан бас тартқанын ғана естіді. Оның сыбырын тарих естіді мұғалім. Сіз бен біз естіп отырмыз.